шынымен мен өзім бір шығармашылықтан хабарым бар. Себебі мынау біздің әкемізден дарыған бір қасиет қой. Мынау өлең шығарамын. Мынау группаларға тіркеп қойғам. Сол группаларда біреулер пост салып жатса немесе әңгіме айтып жатса, сол әңгімеге бір арқау болатындай бір екі шумақ бірден өлең шығарып жіберетін бір қасиетім бар. Енді оны көбісі қалайды, біреу қаламайды дегендей. Біреулер сол салып жатса да лайк баспай тыңдап қойып отыра беретіндер бар. Кейбіреулер сондай лайк басып қошемет қылған кезде адам бір көңіл көтеріліп қалады да, соған бір қошеметтерін аямайтын адамдар да бар сондай. Мен кеше ғана бір кісілер мынандай бір неге сурет салған болатын, ескі суреттерді жаңағыдай естеліктер ғой, сол естеліктерді еске алып бір сол бесіне түсіріп жатыр еді, соған арнап бір кішкентай жұмақ өлең шығарған бар, соны сізге қойып берейін. Суреттерде сөйлейді, естеліктер өлмейді, еске алып балалықты жүрек біраз тербейді. Рахмет сізге Айдар аға, еске алғандар ерлейді. Қызықты кез балалық шақ, естен ешбір кетпейді. Айта берсек қызық көп қой, оған ештеңе жетпейді. Аман саулық сұрасуға бір минутте кетпейді. Аман саулық сұрасып, күнде бір-бірімізбен хабарласып, жаңалығымызбен бөлісіп тұрайық, олдастар. Осы сияқты мен күнде осы келген бір темада немесе сондай бір екі шумақ өлең жазып кететін бір қасиетім бар. Енді мінекей кеше одан алдыңғы күні мінекей бір мынау адамдарға ешқайсы мен жазғаныма лайк баспады да, сосын мен лайк баспағаннан кейін соған бір қандай шумақ жазып берген бар мінекей мына жерде. Күтеміз біз лайықты, боламыз ба соған лайықты. Лайық басса мәз боламыз, үндемесе боламыз айыпты. Лайк деген қошеметтің бір түрі, алғыс айту рахметтің бұл пірі. Біреуге аямай қошемет, ақша деген тез жуылар қол кірі демекші. Мінекей осындай бір шумақ жазғаным бар. Мінекей адамдарға андай өкпелеген түрім ғой. Мінекей оны кейбіреулер түсінсе, кейбіреулер түсінбейді. Мінекей сол сияқты мен күнде сондай бір группаларға шығып өзімнің өлеңдерімді жанамалап отырамын енді. Мысалы мінекей мына жерде бір өлең салғанмын. Мектеп туралы. Мектебім менің мектебім, өзіңмен өткен көктемім, өтіпті талай қыс пен жаз. Есімде әлі өткен күн, қызықты күндер өтіпті, балалық келмеске кетіпті. Мында бір кісілер жағында мен енді мына группаға өкпелеп енді шықпаймын мен. Олда сендер адамды қадірлемекесіңдер деп сөйтіп өкпелеп сосын жазғаным бар. Сол кезде мына бір Тоқтамұрат аға деген бір ағамыз бар, сол кісі айтқан болатын. Біздер қариялар бармыз ғой тыңдайтын. Сендер жассыңдар, шығып әңгімелеріңді айтып, өлеңдеріңді бөлісіп жүре бер, тыңдайтын адам бар деген сол кісінің сөзіне арнап бір қосымша бір шумақ жазған болатын. Біз бармыз дейсіз қария, ағып жатқан дария, оқып қойып отырады, қошемет жоқ бәрия. Бағаланбаса еңбегің, салынасын уайымға сария. Кезінде болды осылай, қайталанып тарихымыз. Іздеп жүрміз осы күні, келмей біздің бір ұйқымыз. Әр нәрсенің уақыты бар, шықпай жүр ғой еш сыйқымыз. Үштоғайда өткен аталардың, біле білсең біз қиқымымыз деп өзімнің бір шумақ өлеңімен жауап берген болатын. Сол кезде кейін тағы бір әпкеміз, жаңа Урманова деген фамилиясы, сол кісі де маған айтқан болатын. Сен тыңдасам, мен тыңдасам, ол тыңдаса, сонда мына жаққа кім шығады, кім айтады дегесін сөйтіп жазғасын. Сосын ол кісіге де рахметімді айтып, ол кісіге де бір шумақ өлең шығарған болатын. Сен тыңдасаң, мен тыңдасам, ол да әрине тыңдайды. Сөйлей берсең, сөйлей берген, әр күні өзін шыңдайды. Ішімдегін тауып ал деп отыра берген, әр күні басады ғой сені мың қайғы деп жауап берген болатын.